Шешендік сөздер іздеп келер інің бар болса. Оқыған Ләззат Әлдибай. Лүпіл басып қолдап отырыңыздар. Төле бидің өзіне аумай тартқан бір ұлы 25 жасында қайтыс болады. Сонау арқадан өзінің досы қаз дауысты Қазыбек көңіл айтуға Түркістанға келе жатады. Қазыбектің келе жатқанын естіп, Төле би жылап жатқан ағайындарды тоқтатып таратыпты. Жақын жанкүйер мен қатын бала қыздарын да тоқтатып тастайды. Көптен бері көрмеген жан досым қаз дауысты Қазыбек келе жатыр дейді. Берік болыңдар, сыр алдырмаңдар деп Қазығұрттың жайлауында жатқан жылқыдан ту бие алдырады да бөген шаянның сазына ақ үй тіктіріп Қазыбектің алдынан екі жігітті тостырып өз алдынан шығып күтіп алады. Қазыбек жағы құшақтасып көрісіп көңіл айтады. Төле би іштей қобалжыса да сыр білдірмей қайта көңілді сыңай байқатады. Төле бидің бәйбішесі өзге бала шағасы ағайын жұрты да жылап сықтамайды. Бәрі жылы шыраймен Қазыбектерді сыйлап күте бастайды. Қазыбек жағы аң-таң істің аяғын бағайық деген оймен отыра береді. Ал Төле би болса сән салтанат құрғызып ақын жыршыға ән жыр шерткізеді. Өздерінің өткен кеткен өмірлерін, өткен билік төрелігін айтып, 2 күндей әңгіме дүкен құрады. 2 күннен кейін аттанарда Төле би, ау қадірлесім Қазыбек, бұйымтайың болса айт депті. Қазыбек, жүз көрген дидар ғанибет, ағаға сәлем бермек бізге міндет деп келдім, ешбір қалау жоқ депті. Төле би, іздеп келер інің бар болса, бақытың барын содан біл. Аңсап келер ағаң бар болса, аруағың барын содан біл. Аларды біліп, бермегеннен без, ел жұрты қашып, ермегеннен без. Үйіңе қонақ, қонбағаннан без, көптің айтқанына болмағаннан без. Деп арғы атасы жаныстан қалған наркескен қылышты Қазыбектің алдына қойып, бұлғын ішікті үстіне жауыпты. Жолдастарына асыл шапандар кигізіпті. Сөйтіп, Қазыбектер енді жүрейін деп отырғанда сырттан ой бауырымдап бір қауым ел ат қойып кеп қалады. Екі жақ азан-қазан құшақтасып, көрісіп, көңіл айтысып жатады. Қазыбектер де олармен қайта көріседі. Енді кәдімгідей көңілдері босап, көздеріне жас алады. Қариялар тоқтам айтып Құран оқиды. Қазыбек біраз сөйлеп болады да сөзінің соңынан: ау төке, тұғырдан ұшқан сұңқарыңа, тұмұйық жұтқан тұлпарыңа түбін берсін Құдайым. Сізде қазақ болар ма? Ойламайтын уайым. Қош, аман бол арысым, тілектес боп тұрайын, деп түйіндеп аттаныпты деседі ел. Лүпіл басып тыңдап отырыңыздар. Бұл пенде бір Аллаға не қылады? Атақты қаз дауысты Қазыбектің Әлімжан деген баласы қайтыс болғанда Төле би бір топ адаммен барып көңіл айтады. Сонда: о, қаз дауысты Қазыбегім, кім білген бұл ғұмырдың азды көбін, қылыштың сабы кетіп қабы қалды, бедеудің жаны кетіп жалы қалды, батырдың ары кетіп малы қалды, халықтың нәрі кетіп сәні қалды. Уа Қазыбегім, нар көтермес жұмыс болды, өзі бер бұлыңды өзі алды, бұл пенде бір Аллаға не қылады деп термелей сөйлеп жұртты егілтіпті. Басын көтермей жатып қалған Қазыбек: қадірлі төке, Құдайға да халқыма да ризамын. Әлімжаным туғанда орта жүздің елі ғана құтты болсын айтып еді. Енді ол қайтыс болғанда 300-дің баласы келіп көңіл айтып жатыр. Бұған да шүкіршілік деп кеудесін көтеріпті. Достар, бей-шешен бабаларымыздың аруағы риза болып даңқы артсын. Ел үшін еткен еңбек елеусіз қылмасын. Алла ниетті қабыл қылсын деңіз, қолдап отырыңыздар.